Бізге анамыз, ойлаңыздаршы, сені өмірге алып келгеннен бастап, сен есейгенше сенің бүткіл минустарын қабылдайды да. Но біз есейеміз, әке-шешеміз қартаяды, олардың минустары пайда болады. Бізге ұнамай бастайды. Біз есейген кезде ананы промежуток ұмытып кетеміз дағын, как будто біз өмірге өзіміз келіп, өзіміз жүре салғандай. Біздің любой негативті қабылдады, тура солай қазір қабылдауымыз керек та. Потому что олар қартайған сайын не істейді? Я, бала болады. Түсіну керек та оны ше. Ақша тауып бастаған кезде әсіресе көбінесе ұмытып кетеміз да. Потом әке-шешеге уақыт бөлмеу. Олар бізді қайта-қайта звондаса ренжу звондағанда ше. Бала кезімізде түнімен жылаған кезде жылай бермеші деген жоқ қой ол. Әке-шешең қазір қайта-қайта звондаса жауап бермесең, или қайта-қайта мазаламашы деп айтатын болсаң, ақымақтық қой ол. Олар егер бізге қой деп айтса, бізді шектесе, олар скорее всего оны махаббаттан жасады. Ал біз көбінесе қазір уже андай начитались, научились, много чего узнали и говорим, вы не правы деп.